Мен бүгін шабыттың атасын бергім келіп отыр. Бұл шабыт жалпы қазақтарға, именно осы аудионы тыңдап отырған барша қазақ халқының жастарына арналады. Жастар, құрметті замандастарым, біз неге мотивацияны ана жақтан іздейміз, неге шетелдік мотивацияларын іздейміз? Себебі біз өз тарихымызды өзіміз білмейміз. Өзіміз кезіндегі біздің ата-бабаларымыздың не нәрсеге қол жеткізгенін білмегендіктен біз ана шетелдің анаусына қызығамыз, мынаусына қызығамыз. Неше түрлі бізде барлық мықтылардың барлығы өткен, небір бизнесмендер өткен біздің қазақтың даласында, небір ғұламалар, ғалымдар өткен, небір әулиелер өткен, небір имамдар, небір өнертапқыштар өткен мына қазақтың жерінде. Саған тіл үйренуге мотивация жетпей жатыр ма? Әл-Фарабидің өмірін зерттеп қара. Әл-Фараби не істеді 72 тіл білу үшін? Отырардың бүкіл кітапханасын тауысып, мынау Орта Азияның кітаптарына шықты. Әл-Фараби, одан кейін барып Әл-Фарабиді мақұл, осыдан қаншама жыл бұрын өмір сүрген адам десең, 20 ғасырда Ағжан Әл-Машани деген бар. Соны зерттеп қараш, мынау 20 ғасырдың Әл-Фараби атанған. Сенесің ба, бізді Әл-Фарабиді біз бұрыннан танитын сияқтымыз, бірақ бізді Әл-Фарабиді танығанымызға 60 жыл болған. Соны танытқан бізге Ағжан Әл-Машани. Айналыспаған еңбегі, айналыспаған саласы жоқ ғылымның, сол бізге мотивация. Кітап оқуға желаниең жоқ па? Әбіш Кекілбайұлы мен Мұхтар Мағауиндерді қара. Күніне Әбіш Кекілбайұлы 400 бет кітап оқыған, Мұхтар Мағауин 700 бет кітап оқыған. Спорттан саған мотивация жетпей жатыр ма? Қара, мына Бекзат Саттархановты қара, 20 жасында, 19 жасында әлемнің чемпионы атанған. Не істеді ол, қалай дайындалды, өмірін зертте. Мұстафа Өзтүрікті қара. Я болмаса бір билеуші болғың келсе, мысалы билеуші дегенде бұл жерде бір мемлекетті басқарғың келсе, мына Сұлтан Бейбарысты қара. Сен әрбір қазақтың мына Әлихандарды, Ахметтерді қараш, 9 тіл білген Әлиханның өмірін зертте. Бұл аудио мотивация, яғни саған шабыттың атасы дегенім, саған әрбір адамдарға мен сілтеме тастап кетіп жатырмын. Саған не қызық? Қазақтың даласында барлығы өмір сүрген, саған керек мотивацияның барлығы қазақтарда бар. Жиренше Шешен, Қазтуған Жырау, Асан Қайғы сияқты памяттары мықты адамдарды көр, зертте, үйрен. Бұрындық пен Қасым сияқты хандардың өмірбаянын зертте, қандай мықты болғанын. Сол себептен мотивацияны анадан іздеп, мынадан іздеп қажет жоқ. Қазақтың даласында мотивация жетіп жатыр негізінде. Біз тарихты дұрыс білмегендіктен ата-бабаларымыздың қаны бар бізде. Біз ақымақ немесе бір басқаша емеспіз, біз қазақ деген ұлттың ұрпағымыз. Осы нәрсені ешқашан ұмытушы болма.